Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен сьомкадан паста жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен бізге қажет қызыл балық. Осы қызыл балығымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Одан кейін 2 штук чеснокты ұсақтап турайтын боламыз. Табамызға кішкене сұйық май құямыз. Одан кейін чесногымызды қуырып аламыз. Үстіне қызыл балығымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қасында спагеттиға су құйып қойдық. Үстіне тұз саламыз және қара бұрыш саламыз. Біздің балығымыз қуырылып жатқан кезде спагеттиді ыстық қайнап тұрған суға салып пісіріп аламыз. Бұл тамақты дайындауға бар жоғы 15 минут уақытыңыз кетеді. Қызыл балық өте тез піседі, тек сіздің спагеттиіңіз дайын болса болды. Мінекей спагеттиіміздің барлығын суға салып қойдық. Және осылай пісіріп жатқан кезде қазаныңыздың асты міндетті түрде жай отта тұруы керек, себебі балықтарыңыз күйіп кетпесін. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Менің каналымда өте тез жасалатын тағамдардың рецептісі өте көп, сондықтан да каналыма тіркеліп жазылып қоюды ұмытпаңыз. Біз балығымызды қуырып болдық. Енді осы балықтың үстіне сливкиді құямыз. 20% сливкиді пайдалансаңыздар болады. Және бетін жауып бір қайнатып аламыз. Үстіне теркадан өткізілген сырымызды саламыз. Тағы бір жақсылап араластырамыз. Дайын болған спагеттиді осы сковородкаға салатын боламыз. Барлығын жақсылап бір араластырамыз. Мінекей осымен біздің тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Дайын болған тамағымызды осылай бетін 5 минут қойып, өзінің бабына келем дегенше спагеттиіміз қызыл балықтың суын өзінің бойына сіңірем дегенше 5 минутқа қақпағын қоямыз. 5 минут өткеннен кейін тәрелкемізге сала берсеңіздер болады. Мінекей тағы бір араластырып жүріп, вилканың көмегімен тәрелкемізге салатын боламыз. Қызыл балықтың дәмі сіздің тамағыңызға ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне сыр саламыз. Ас болсын.